Армысыздар қадірлі көрермен, сіздермен бірге таңғы шай жобасында қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Біз бүгін спорт пен білімнің байланысы, шәкірт тәрбиесі, сонымен қатар жеңіске жетелейтін еңбек пен тәртіп жайында әңгіме өрбітпекпіз. Ал бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ұрпаққа тек білім беріп қана қоймай, сонымен қатар спорт саласында да жетістікке жетіп жүрген, шәкірт тәрбиелеп жүрген азамат Садықов Ғани Амантайұлы. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Сұхбатымызды бастасақ, ең алдымен өзіңізді көрермендерге қысқаша таныстыра өтсеңіз. Балалық шағыңыз, туып өскен жеріңіз? Мен туып өскен жерім Қаракемер ауылы, Жамбыл ауданы. Қазір мектеп бітірген соң Ақтөбеде оқығам. Одан аяқты бітіріп келіп Жамбыл облысындағы Тараз пединститутында оқыдым. Одан жұмысқа, Ұмтүйін ауылына жұмысқа тұрдым мектепте. 3 жыл аяқта жұмыс істеп, қазіргі күнге шейін сол Қаракемерде Төлеу атындағы орта мектебінде дене тәрбиесі пәнін оқыдым. Мұғалімдік мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Біздің енді отбасымызда да, нағашыларымызда да бәрі мектепте. Мектеп жұмысында қызмет атқарған да, сол шешеміз де мектепте істеген. Содан шығар мүмкін жастайымыздан сол мектепке ұштар болдық, мұғалім болдық. Жақсы. Ал футболға деген қызығушылығыңыз қай уақытта ашыла бастады? Жастайымыздан мектептің бастауыш сынып оқып жүрген кезде ағайымыз болатын. Сол кісінің мектеп үйдің алдында да стадион. Соған дайындап жатқанын көріп қызығамыз, үлкендердің ойнап жетістікке жетіп жатқанын көріп қызығып. Содан болар. Сол мектеп кезден спорттық жарыстарға, футболға қатысып жүрдіңіз бе? Иә. 4-5 класстан бастап мектептік Бұлғар доп болатын ол кезде, Бұлғар доп дейтін, сол жарыстарға қатысып өстік қой. Жақсы. Ал қазіргі таңда сіз өзіңіз ұстазсыз, сонымен ұстаздық пен спорттық екеуін алып жүру қиын емес пе? Қаншалықты сізге? Жоқ, қиын емес. Бізде дене тәрбиесі болғаннан кейін ол да спорт қой. Екеуі жақын, бір мамандық десе де болады. Жақсы. Ал футбол сізге, өміріңізге, өмірде қандай қасиеттерді үйретті? Осы футбол арқылы сіз, мен осы нәрсені футболдан түйдім деген сәттеріңіз болды ма? Ол көпшілікпен араласу, көп достар таптым. Өмірге деген өмірдің өзі арпалыс қой, сол сияқты арпалысты футбол үйретеді, көпшілікпен араластырып үйретеді. Дамытады адамды, оймен де, басқамен де. Қазіргі таңда оқушыларыңызда спортқа деген қызығушылықтары қандай? Оқушыларыңыздың? Оқушылардікі жақсы, өте керемет, қызығушылықтары мол. Мақсаттары бар, балалар бар. Тек қана біздің Тараз қаласында емес, басқа облысқа барып ойнап жатқан балалар бар. Соларды көріп өсіп жатқан жас балалар көп қазір. Әлде қызығып келіп жатқан жас балалар бар әлі. Мектеп жасындағы, мектепке әлі бармаған оқушыларымыз бар. Ал қазіргі таңда шәкірттеріңіз қандай жетістіктерге жетіп жатыр? Айта кетсеңіз. Шәкірттеріміздің ішінде тура осы тренерлікті алып, дене тәрбиесі мұғалімі болып істеп жатқан балаларымыз бар. Одан кейін Тараз футбол клубында ойнап жатқан балаларымыз бар. Астанада ойнап жатқан балаларымыз бар. Қазір ең бір жас баламыз Талдықорғанда интернатта сол Жетісуға ойнап жатыр. Аталатын мажы жоқ. Айта кетсеңіз де болады? Қазір Азатай Бекжан Тараз клубында ойнап жатыр. Одан кейін Серікбол Хабаржан өзі футбол клубын ашып Алматы қаласында жұмыс істеп жатыр. Аслан Дастан Талдықорғанда интернатта Жетісуға үміткер ойнап жатыр. Сол бітті. Қалаш Мансұр қазір Таразда ойнап жатыр. Өте жақсы. Ал шәкірттеріңіз осындай жетістіктерге жету үшін жастарға ең алдымен қандай қасиеттерді, құндылықтарды дәріптеу керек деп ойлайсыз? Ең бірінші адамгершілік, еңбекқорлық, өзін тәрбиелеу. Ойын болғаннан кейін ол жерде қатты қиындықтар болады, ашу-ызаның өз-өзін сабырлық сақтауды, көпшіліктің алдында өзін ұстауды үйренуге. Сол.
Өте жақсы. Қазір өзіңіз айтатын мұғалімсіз, иә? Спорт пен білімнің байланысы туралы пікіріңіз болса? Білім мен спорт екеуі егіз ғой. Екі жақта да бірінші тәрбие тұрады. Үлкен тәрбиелеу, адамгершілік сақтау және еңбекқорлық. Өте дұрыс, өте жақсы айттыңыз. Ал осы күнге дейінгі өзіңіздің спортта жеткен жетістіктеріңіздің арасында бір қызық оқиғалар болса, жарыс кезіндегі қызықты жағдайлар есте қалған, сол туралы айта кетсеңіз? Қызық оқиғалар көп қой, бірақ есте қалмады. Мен біреуі есте. Біз облысты жеңіп республикаға баратқанбыз, неге Щучинск қаласына. Сол кезде Қарағанды арқылы біз түн кешкісін түстік, таң ата қайттан Қарағандыдан Щучинскке басқа пойызға мінетін болдық. Ішінде травма алған балалар білетін, енді облыста жеңгеннен кейін тастап кетпейді де, оларды талып бартқанбыз, көтеріп алып жүреміз. Сол пойызға мінген кезде әрқайсының орнын көрсетіп қойғанбыз ғой жаңа. Сен мынау неге места жатасың, сен мынау орынға жатасың деп. Кіріп жайғассақ екі баламыз жоқ қой жаңа. Іздесек келесі вагонға барып жатып алғанда шатасып пойыз көрмеген балалар ғой енді. Біраз әлі шейін күлеміз. Сол жағдай есте қалды, иә? Ал бағанағы спорттық жарыс өтіп жатқан кезде болған қызық оқиғалар, жарыс кезінде? Жарыс кезінде көп болады, бірақ енді көбісі есте қалмады. Енді бір анау оқушылардан жаңағы сұрайды ғой, мысалы, сен үлкендеусің ғой, ат жөнің кім деп. Сол кезде осы бір Бекжан деген баламыз бар, ат жөнін айтып, туған күнін айтатын кезінде қарындасының туған күнін айтып жарысқа қатыса кездері болған. Тіркеу кезінде басқа мен айтып қойған. Өзінің қарындасының туған күнін айтып. Өте жақсы. Болашақтағы жоспарларыңыз қандай қазіргі таңда? Алға қойған жоспарларыңыз? Қазір енді балалармен қазір дайындалып жатқан Темірлан деген жігіт алды қазір бәрін. Дайындалып, енді бір болашақ 20-шы жыл, 19-шы жылға жас балаларды алып дайындасақ, соларды жинасақ па деген ой. Сіздерде қазіргі күнде осы биылдыққа, яғни жыл бойынша жоспарларыңыз бар ма? Осындай уақытта осы жақта жарысқа барамыз деп алдын ала тіркеліп қойған? Енді аудандық жарыстардың бәрі бар ғой, жылдық жоспарға байланысты оған қатысамыз. Енді мынау шеттегі жарыстарды алдын ала пландамаймыз, жоспарламаймыз. Бәрі қаражатқа тіреледі. Қаражат қалай шешіледі, сондайға байланысты. Рахмет. Ал осы күнге дейін қанша шәкіртті тәрбиеледіңіз? Қазіргі таңда қарамағыңызда қанша шәкіртіңіз бар? Осы күнге дейін 100-ден асатын шығар. Дәл қазір енді бір 15-20 бала қалған. Басында көп қатысады, кейін көп шыдамай шығып кетеді, семья жағдайымен шығып кетеді, ауырып қалып шығып кетеді, сабағы нашарлығынан шығып кететіндер бар, сөйтіп азаяды. Таза берілгендер ғана. Рахмет. Ал енді жастарға айтар ақыл кеңесіңіз болса? Қазір енді жастарға ең бірінші өз-өзімен жұмыс істеу. Қазір білім ғой, енді білімді қуалау, білімсіз ұрпақ дамымайды. Енді спортсыз адам денсаулығы болмайды, денсаулығы болмаса спорт білімді де қуа алмайсың. Сол үшін ерте тұрып, жаттығу жасап, жүгіру, телефонға темірлей берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Рахмет. Енді қорытындылау мақсатында бүгінгі сұхбатымызда сіз өзіңіздің жас кезіңізде болсаңыз, қазіргі заманда, бірақ жас кезіңізде өмір сүргенде не істер едіңіз? Жастарға және не істемеуге, не істеуге ақыл кеңес берер едіңіз? Солмен қорытындыласақ. Жастарға ма? Істеп қалыңдар, болмаса осы нәрсені істемеңдер. Қазір жастар енді бәрі болса жұмыс істеп қалу ғой, қазір бәрі бұрынғыдай емес. Кез келген қаражатқа тіреледі. Сол үшін ерінбей жұмыс істеу, оқу, әке-шешесін жерге қаратпау. Қазір не көп қандай? Көбісі телефонға теміреледі, содан кейін синтетикалық нелерді қолданады, сондайдан аулақ болса көріп. Рахмет. Уақытыңызды бөліп, бізге қонаққа келгеніңізге, өзіңіздің жетістіктеріңізбен бөліскеніңізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Көп рахмет. Елеп шақырып жатқандарыңызға. Құрметті көрермен, бүгінгі сұхбаттан біз білім мен спорттың бір-бірін толықтырып тұратын ажырамас
бөлігі екенін түсіндік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.